саулық, елімнің денсаулығы үшін бұл саулық. Саулық тайм, елімнің денсаулығы үшін. Жақында депрессия біздің елде көптеген адамдардың тағдырына айналды. Дүние жүзінде миллиондаған адамдар депрессиядан зардап шегеді. Бұл ауру барлық жастағы, кәсіптегі, нәсілдегі, діні мен мәдениетіндегі адамдарға әсер етеді. Сәлем достар, Бақытты лайф арнасында сіздермен бірге саулық тайм бағдарламасы. Қош келдіңіздер. Өте маңызды тақырып көтеріп отырмыз. Біздің негізі былай айтқан кезде тақырыбымыздың бәрі маңызды деп ойлаймын. Өйткені біз оларға аса мән бермейміз. Бірақ дұрыстап тыңдап оқсақ, бүгін айналамызда өте көп адамдар осындай жағдайлармен кездеседі. Сонымен депрессиямен күресу үшін көптеген адамдар антидепрессанттар мен транквилизаторларды пайдаланады. Дегенмен ауру сақталады, кейде тіпті асқынады. Мен өзім бұл енді депрессияда адамдар кей кезде ішіп пысқан енді еріккеннен депрессияға ұрынады деп ойлағанмын. Рас. Сөйтсем бұл депрессия деген жай ғана адамның күйі емес. Бұл нағыз, енді қалай нағыз емес, енді шыны керегі ауру екен бұл. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше 2020 жылдан бері депрессия әлемдегі екінші ауру болады. Бұл деректер бізді де алаңдатады. Әсіресе коронавирустан бері достар, коронавирустың уақытында қаншама адамдар депрессияға ұшырады. Көп адамдар жұмыссыз қалды. Бірақ депрессия негізі оның алдында да болған, болды да, әлі болады да достар. Біз онымен күресе білуіміз керек. Ғылыми зерттеулер маңызды заңдылықты анықтады. Көңіл-күй біздің денсаулығымызға біз ойлағаннан да көп әсер етеді. Қазіргі уақытта адамзатты мазалап жүрген аурудың көпшілігі психикалық депрессияның салдары болып табылады. Қайғы, уайым, сондай-ақ кінә сияқты жағымсыз эмоциялар өмір сүруге деген ерік жігердің таусылуына, оның орнына ауру мен өлімнің келуіне әкеледі. Мінекей қандай өте маңызды анықтама достар. Депрессияны біз жиі қалай бағалайды деп айтамаймын енді. Аса мән бермейміз. Қойшы деп бұл бос сөз дегендей. Бір жағынан назар аудару керек екен достар. Бұл егерде өзіңіз болмаса айналаңызда біреу депрессиямен ауырса, болмаса депрессия жағдайында болса, оған жәрдем беруге көмектесіңіз. Депрессияға ұшыраған адамдардың жүрек соғысы жиі болатынын білесіз бе? Ал жас әйелдерде депрессия тіпті ағзадағы кальцийдің жоғалуына әкелуі мүмкін. Кейбір жағдайларда терең депрессиямен ми функцияларының жұмысын тіпті бұзылады екен. Бүкіл адам ағзасы депрессияның әсерінен зардап шегеді. Бұл жай ғана күй емес сонымен. Депрессиялық әсерлер дененің барлық салаларына әсер етеді. Психикалық, рухани және физикалық. Біз бәріміз мағына мен қуанышқа толы ұзақ өмір сүруге тырысамыз. Сонымен қатар біздің ешқайсымыз депрессияның бастауынан иммунитет жоқ. Оны болдырмау үшін сіз бұл туралы, сондай-ақ оның пайда болу себептері туралы көбірек білуіңіз керек. Сонымен депрессия дегеніміз не достар? Біз бәрімізге кейде көңілсіздікпен күресуге тура келеді. Солай емес па? Бірақ өмірдегі көңілсіздік әлі депрессияны көрсетпейді. Өмір бұл өмір. Онда шуақты күндер бар, бұлтты күндер де бар. Бірақ терең сағыныш пен үмітсіздік сезімі бір сәттік жағдайлардан емес, тереңірек медициналық және психологиялық қиындықтардан туындайды екен. Оларды қалай тануға және оны қаншалықты маңызды екенін анықтауға болады. Ең алдымен көңілсіздік пен депрессияның айырмашылығын түсінуіміз керек екен. Біз бәріміз мезгіл көңілімізді қалдырамыз. Көңіл күй төмендейді. Бірақ оны дұға және позитивті ойлау арқылы қалпына келтіруге болады. Әдетте біз әрқашан көңілсіздіктің себебін білеміз және әдетте бұл сезім тұрақты емес. Депрессиялық күй керісінше қайғы мен қасіретке төтеп беру сезіммен, физикалық белсенділіктің төмендеуімен, себепсіз алаңдаушылықпен және үмітсіздік сезіммен ерекшеленеді екен. Бұл белгілердің барлығы депрессиядан зардап шегетін адамда жиі байқалуы мүмкін. Депрессияға ұшыраған адамдарда басқа белгілер де болуы мүмкін. Мысалы, мұндай адамның зейінін шоғырландыру қиынға соғады. Оның тәбеті жоқ, ұйқысыздықтан зардап шегеді. Депрессия жағдайында адам үнемі шаршауды сезінеді, өмірге деген қызығушылық жоғалады.
теріс ойлар, тіпті суицидтік енді өзіне қол жұмсау енді ойларда депрессиямен бірге жүруі мүмкін екен. Сонымен бұл өте енді серьезный тақырыпта достар. Өйткені дәрігерлер де бұны мойындайды бүгінде. Оны бүгін дәрі-дәрмекпен кезінде психологқа да барды екен, оны емдеу үшін. Бұл жайған адамның шаршаған бір болмаса жиналған күй емес, шаршаған, мысалы шаршау көп жиналған күй емес адамдар. Депрессиямен бірге жүретін бұл сезімдердің себебі неде? Қалай ойлайсыз? Кейбір жағдайларда депрессия күтпеген жерден айқын себептерсіз пайда болатыны белгілі екен. Басқа жағдайларда бұл жақын адамнан айырылу, ажырасу немесе жұмысынан айырылу сияқты стресстік жағдайлардан туындайды. Сол үшін адамдар кей кезде көп ішеді, ішімдікке салынып кетеді. Болмаса енді стресстік жағдайларда болады да, үйде диваннан түспейді, ұйықтай береді, кино көреді. Енді өмірді салты әдеттегінен басқаша болып кетеді да. Солай ғой достар. Ондай айналаңызда адамдар болса, көмектесуге тура келеді. Оларды қалжың болмаса бұл жай ғана бос сөз деп ойламаңыздар. Оларға көмектесуге тырысыңыздар. Кеңес беріңіздер, жанында болыңыздар. Қатты күйзеліске жауап беретін адамдар біраз уақытқа дейін есіне танып, жұмыста да, үйде де өз міндеттерін көтере алмайды екен. Оларға бұл қиын кезеңнен өтіп қалпына келу үшін уақыт қажет. Егер мұнда адамға сүйіспеншілік, қолдау, белгілі бір тапсырмаларды орындауға көмек көрсетілсе, қалпына келтіруге уақыт берілсе, әдетте мұнда депрессия өтеді екен. Ақылды доспен, мұғаліммен немесе енді жаңағы уағыз айтатын болмаса рухани адамдармен сөйлесу қалпына келтіруге тездетеді екен. Біз бұндайларға қалай енді қолса тиісе аламыз ғой, қойшы деп әсіресе көбінесе енді ер адамдар әйелдерінің депрессияда жүргенін байқамайды. Егер де бүгінгі біздің бағдарламаны ер адам тыңдап жатса, достар, әйеліңіз болса, үйлеріңізде басқа әйел кісілер болса, мазасы болмай, шаршап көп жүрсе, көп ойланып, енді әдеттегінен басқа қалыпта жүрсе, оларға назар аударыңыздар. Олар депрессияда емес па? Егер депрессияда болса, және келіп сөйлесіңіз. Өзіңіздің бетіңізбен жүрмеңіз. Өйткені егер сізге ол адам жақын болса, егер де сіздің жақыныңыз осындаймен ауырып жатса, осы бағдарламаны жіберіп көріңіз. Ол үшін дұға етіңіз, достар. Сізге дұға жайында біздің осы Бақыт Лайф арнасындағы басқа тақырыптар көмектеседі, достар. Әрине, адамның денесі ауырса, оған дәрігерлер дәрі-дәрмек арқылы болмаса ауруханаға жатқызып көмектесуге тырысады, қолдардан келгенше. Ал депрессия көбінесе жан ауырғаннан басталады екен, достар. Жан рухани ауырғаннан кезде. Ол кезде ондайға қандай дәрі көмектесе алады, достар? Енді кейбір препараттар ішеді, кішкене шығуға көмектесуге мүмкін. Бірақ шынайы негізі ең бастысы ондай жағдайда бізге жаратушы көмектесе алады. Рас, біз кей кезде қош дей саламыз. Ал шыны керек, қатты қиналған кезде, мысалы ақшадан тарыққан кезде, енді қатты денсаулық расында бір жеріміз қатты ауру болса, сезілетін болмаса, енді ауру жарақат болса, біз Құдайға жалбарынамыз, ойбай, Тәңірім жаратушы неге осылай болды деп. Солай ғой. Сондықтан бұның бәрі мазақ емес, достар, қалжың емес, өтірік емес, аңыз емес. Бұның бәрі рас, талай адамдар, оның ішінде мен де, достар. Менің өзімнің балаларым, жанұям, өзімде денсаулық қиналған кезде, кей кезде енді дәрі-дәрмек ішеміз, дәрілерге жолығамыз. Бірақ көбірек ем болсын деп, өзіміздің жағдайымызға, қалпымызға келу үшін Құдайға жалбарынып дұға етеміз. Құдай біздің дұғамызды естіп, жүрегімізді естіп, ниетімізді көріп, сенімімізді көріп, бізге көмектесті. Сізге де көмектесуге дайын. Ол сізге осы ақпарат қызық болса, достар, бізде alkitab.media деген парақшамыз бар. Сонда келіктап сабақтары бар. Келіктаппен жақынырек танысып, қалай дұға етуге болатын, Құдайдың көмегі қалай бізге көрсетілетін жайлы анықтама біле аласыздар. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, достар. Біздің депрессия жайлы анықтамамыз бүгін аяқталған жоқ. Ертең келесі жолы жалғасы болады. Келесі аптадағы жалғасын өткізіп алмаңыздар. Теркелмесеңіздер, теркеліңіздер. Сау болыңыздар. Тәні саудың жаны сау.